Қызым, Асёка тұр. Ол пап, мен жұмысқа кетіп бара жаттым. Саған бүгін сабаққа жоқ қой, иә? Жоқ, демалыс қой. Жақсы, онда көп жата берме, ана ат-істерін бәрін жуып, тамағыңды ішіп ал. Жақсы. Мен қайда демалып тұрайын. Жақсы, мен кеттім. Давай. Пока. Үйде ешкім жоқ па? Сонда. Жуынып алайын. Жуынып алайын, ешкім жоқ та. Болдым. Так. Так. Үйде ешкім болмаған рахат екен ғой. Ой, енді бәрін жауып керек. Так, бүгін не істеймін болады екен. Онда душ етем аламын ғой. Телефонымды қарап жата тұрайын. Ау, пап. Ұтса жуып тастадым. Иә, қазір тамаша. Жақсы. Телефонымды ойнатып жата тұрайын. Таныттым. Қызым. Ау, мам. Мен жұмысқа кетіп бара жаттым, жақсы ма? Бүгін саған демалыс қой. Иә. Онда үйде отыр жүре ма? Жақсы. Ал мен жұмысыма кетейін. Жақсы, пока. Пока. Үйде не бар жейтін? Мынандай коктейль ішіп келіп тұр. Күшті. Тағы не бар екен? Так. Телефон майда. Оны бір жасамайды ғой, қатып. Қой шығыз. Мен құтта жата тұрайыншы. Ой. Қалайсың, Аруна? Жақсы, өзің. Шүкір. Ой, сәлем, Жанар. Сәлем. Бүгін жұмысқа ерте келдің ғой. Ерте ма? Иә, біз осындай уақытта жиналамыз негізі. Қазір біреу соғып жатыр еді. Алло? Иә, мен анасымын. Жоқ, мен Ақеркенің анасымын, иә. Айта беріңіз, апайым. Не? Қалай? Ақерке бес алды дейсіз бе? Түсінбедім, ол маған 3 алдым деп еді ғой. Және қағазын көрсетті. Мен түсінбедім. Жақсы, онда үйге барып сөйлесерміз. Кім алған дейсіз? 3-ті? Асылжан деген қыз. Асылжан Данияр қызы. Жақсы, сау болыңыз, рахмет сізге. Асылжан Данияр қызы. Біздің бастықтың қызымыз бе? Сұрап көрейінші. Сәлеметсіз бе? Ой, сәлеметсіз бе, Жанар, қалайсың? Жақсы, өзіңіз?
Жақсы. Сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Иә, әрине қоя бер. Сіздің қызыңыз бар ма? Иә, өзімнің бір қызым бар. Сол қызыңыздың атын сұрасам бола ма? Не үшін? Маңызды ма? Жоқ, жай менің де қызым бар. Сол қызым екеуі бір сыныпта оқымай ма екен деп. Жақсы, есімі Асылжан. Асылжан? Иә. Не болды? Сіздің қызыңыз тесттен 5-тегі баға алды ма? Иә, оны қайдан білдіңіз? Негізі менің қызым 5 алған, ал сіздің қызыңыз 3 алған. Қалай сонда? Иә, солай. Менің қызым 5 алған, және де солай сіздің қызыңыз парақты ауыстырып алған, яғни менің қызым 5 алып тұрған жерінен ол сіздің қызыңыз 5-ті өзіне алып алғанда 3-ті менің қызыма берген. Мәссаған шын айтасыз ба? Иә. Жақсы, онда ренжімеңізші, мен үйге барып қызыммен міндетті түрде сөйлесем. Жақсы, соны ескертіп қояйын дегенмін ғой. Иә, сізге көп рахмет. Жақсы. Не болды, неге сонша кідірдің? Маңызды бір нәрсе айтқым келген. Не ол? Ештеңе. Жақсы, мен жұмысымды істеймін. Аяқ тазалау. Асхатұлы Данияр, кеш аяқталды, уақыт аяқталды дегендей, мен қате берсем бола ма? Иә, әрине бара беріңіз. Мен жылқымды алайын деп едім. Қазір менде құмал болмай тұр, ертең берсем бола ма? Ертең? Жақсы, онда. Мен сізді үйіңізге дейін шығарып тастасам. Не үшін? Жай? Мүмкін қорқатын шығарсыз. Жоқ, қорықпаймын, рахмет. Өтініш, Жанар, шығарып тастасам. Асхатұлы Данияр, енді сіз бастықсыз, мен сіздің жұмыстасыңызбын. Ыңғайсыз болады дегенде мен бара берсем. Тоқташы. Бір шығарып тастаудан ештеңе етпейді деп ойлаймын. Жоқ, өтініш, мен кете берсем. Сау болыңыз. Жақсы. Жақсы, әріптестер, аяқталды. Енді жұмыс аяқталды дегенде үйлеріңізге қайтарсаңыздар болады. Сау болыңыз. Сау болыңдар. Қызым, тұр. Әлі ұйықтап жатсың ба сен, Асылжан? Пап, не болды, шаршап тұрмайын да. Бүгін сонымен сен не істедің? Мен ұйықтадым, атыс ұрдым. Бұл ма? Пап, не болды? Не болмады деп сұра. Сен есің дұрыс па, қызым? Пап, қызыңызға қалай сөйлейсіз? Жоқ, сен тыңда, мен ашуланып тұрған себебім, неге сен сыныңдағы Ақерке мен тесттерді ауыстырасың? Қандай тест? Соны қайдан білесіз? Мен бәрін білем. Оның мамасы менің жұмыстасым. Келесі олай жасама, қызым. Сен 3 алып тұрған кезде неге маған келіп 5 алдың деп өтірік айтасың? Мен қалай болғанын мен намыстанбаймын. Менің қызым өтірікші дегенге мен қалай сенем? Пап, кешіріңізші, мен 3 деген бағаны алғым келмеді. Ол қыз сонда 3 алуға лайықты деп тұрсың ба? Қандай баға алсаң да, ол сенің тағдырыңды шешпейді, қызым. Ол баға табылуға қойылса да, ол сенің өмірлік жолың болып саналмайды ғой. Басқа кездерде де аларсың дейсіңді, бірақ басқа біреудің уайымын түсіруге болмайды. Жақсы, папа, кешіріңізші. Жақсы, онда жата ғой. Жақсы. Келесі олар қайталамасын. Осыны Жанарға сыйласам ғой. Жақсы, жатайық. Ақерке, мен келдім. Мама, келдіңіз бе? Иә, келдім. Ой, бүгін белім ауырып кетті, жұмыс жасайын деп. Қызым, ау? Сен тесттен 3 алдың ба? Иә. Қызым, неге маған өтірік айтасың? Сен 5 алыпсың ғой. Мамам, қайдан білесіз? Мен бәрін білем ғой.
Асылжан деген қыз сенімен ауысып алды деген рас па? Иә. Ал сен неге ауысасың? Өз еңбегін олай істеуге болмайды ғой. Мам, кешіріңізші. Жақсы, кешірім сұрамай қой. Мен сені бей салғанына қатты қуаныштымын. Рахмет, мам, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Оқасы жоқ. Жақсы, келе ғой, жата ғой, жүре ма? Жақсы. Ақылдым сол менің. Қайырлы түн, мам.